Шаршап келген кезіңнің өзінде, үйге бір шаршап келдің, қиналып тұрсың, сосын балаңыз жүгіріп келіп, әке, мына бір нәрсені көмектесіп жібересіз ба десе, немесе әке, мынаны не үшін Алла жаратқан деп бірдеңені сұрақ қойса, шаршап тұрған кезіңде белсенділігіңді жинап, әлсіздік, шаршау жоқ сияқты нәрсе сөйлесіңіз баламен. Ой, балақайым, қандай керемет нәрсе алып келдің сен. Бұл бала, бұл не үшін пайдалы? Бұл бала өмірінде ертең шаршау, әлсіздік, настроение, көңілсіздік деген нәрсе ұқпайтын бала болатын ол. Неге? Өйткені ол сізден көрмеген оны. Ал егер сіз шаршап тұрмын, балам, былай тұршы, болдырып тұрмын, шаршағанда неге мазалай бересің? Бұл бала шаршаған бала болып тәрбиеленеді. Ол сенің копияң болады, болды. Артық нәрсе жасай алмайсың, мүмкін денесі кішкенелі, сізден үлкендеу, не кішіректеу. Бірақ жалпы характерді ол сіңеді оған. Сіздің характеріңізді қайталайтын бала болады. Көп жағдайларда тек Алла Тағала ғана рахыммен аман алып қалмаса, жаңағы бір жақсы нәрселерді ерекше бойына дарытпаса.